Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мадақ әлемдердің Раббысы Аллаға тән. Адамзаттың асылы Мұхаммед пайғамбарға, оның отбасы мен барша сахабаларына салауат пен сәлем болғай. Қасиетті Құранда әр қиындықтан кейін жеңілдіктер бар екендігі баяндаған. Ол үшін Аллаға дұға етіп, истиғфар айтып, ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, салауат айтуға шақырамыз. Истиғфар Алладан кешірім тілеу, жалбарыну деген сөз. Қасиетті Құранда «Вастағфируллаха инналлаха ғафурур рахим». Алладан жарылқау тілеңдер, шын мәнінде Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді деген. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, истиғфар, астағфирулла айтуды әдетке айналдырған адамды Алла тағала түрлі дерттен, қиыншылықтан құтқарады. Ойламаған жерден рызық несібе нәсіп етеді деген. Астағфируллахал азим ва атубу илейх. Мағынасы: ұлы Алладан күнәларыма кешірім сұраймын және оған тәубе етемін. Салауат. Салауат пайғамбарымызға айтылады. Қасиетті Құранда «Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна ален наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима». Шын мәнінде Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. «Уа иман келтіргендер, сендер де оған салауат айтып, сәлем жолдаңдар» деген. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, кім маған бір салауат айтса, Алла оған 10 салауат айтады деген. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Мағынасы: о Алла, Мұхаммедке және оның әулетіне салауат жолдай көр. Амин. Алла баршамыздың тілегімізді қабыл етсін.